Нұржан Молдағалиев атындағы жалпы орта білім беретін мектептің мұғалімі Тұрғанбаева Айжан Қанатқызы. Биология пәні бойынша 9-шы сыныпқа сабағымызды бастаймыз. Олай болса, назарымызды аударайық. Алдыңғы тақырыпты еске түсіру үшін тоңазытқыш әдісін қолдана отырып берілген сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Азық-түліктер тоңазытқышта сақталады. Соған сәйкес осы азық-түліктердің құнарлылығына байланысты мұнда сұрақтар жапсырылған. Сол сұрақтардың жауабын бәріміз бірге табуымыз қажет. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын мына видеоны көріп тамашалайық. Сен жассың, сұлусың, табыстысың. Сен бүгінгі күнмен өмір сүріп, ертеңін ойламайсың. Жастардың баланы жұқтыруына кездейсоқ жыныстық қатынастар себеп. Жыныстық жолмен таралатын инфекциялардың алдын алу мен олардан қорғану шаралары. Жыныстық серіктесіне адал болу, мүшеқатты қолдану, қандай да бір күдік туындаса, дәрігерге қаралу. Аурулардың асқынуы қауіпті. Сіздің және жақындарыңыздың денсаулығы сіздің жауапты жүріс-тұрысыңызға байланысты. Біз бұл видеода нені көрдік? Яғни бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы контрацепция түрлері және олардың қолданылуы мен маңызы. Жыныстық жолмен берілетін аурулар ЖИТС, сифилис, гонорея, гепатит В-С және алдын алу шаралары. Сабағымыздың мақсаты контрацепция түрлері мен маңызын түсіндіру, жыныстық жолмен таралатын аурулардың салдары мен алдын алу шараларын анықтау. Ең бірінші контрацепция ұғымымен танысайық. Бұл ұрықтану, яғни жүкті болу үдерісінің алдын алуға бағытталған шаралар. Контрацепцияның негізгі 6 түрі бар. Біріншісі табиғи немесе физиологиялық контрацепция, екінші жыныстық қарым-қатынасты тоқтату, үшіншісі күнтізбелік немесе температуралық әдіс, төртіншісі кедергі келтіретін әдістер, бесіншісі гормондық әдістер. Соңғы түрі бізде стерилизация деп аталады. Бұнда сол контрацепция түрлерінен, яғни кездейсоқ жүкті болудан сақтанатын құралдар және дәрі-дәрмектер қолданылған. Жыныстық жолмен таралатын аурулардың түрлерімен танысайық. Біздегі алғашқы ауру түрі ол СПИД немесе ЖИТС. Яғни бұл дегеніміз жұқтырып алған иммундық тапшылық синдромы. Олар вирустық жұқпалы аурулардың қатарына жатқызылады. Олар ресми түрде ем қонбайтын және көп жағдайда өлімге дейін апаратын ауру түрі. Олардың қоздырушысы адамның иммундық тапшылық вирусы болып табылады. Бұл ауру негізінен лейкоциттерді зақымдайды, біртіндеп ұлпалық иммунитетті жояды. Келесі ауру түрі мелес ауруы. Олардың негізгі қоздырушылары бактериялар болып табылады. Бұл аурулардың белгілері ағзада тез біліне қоймайды. Соған байланысты бұл жерде көптеген кезде адамдардың өліміне дейін себепші болуы мүмкін. Бұл мелес ауруының ең басты белгісі денеде іріңнен соң жараның пайда болуы, жұқпалы жараның пайда болуы. Келесі ауру түрі бізде соз ауруы. Бұлар жыныстық қатынас арқылы жұғатын жұқпалы аурулардың түріне жатады. Суреттен көргенімізде олардың негізгі қоздырушы шарт тәрізді гонокок бактериялары болып табылады. Жыныс мүшелерінен басқа олар тік ішектің, көздің, тамақтың, шырышты қабықшаларын зақымдануы мүмкін. Ең алғашқы белгілері ер адамдарда үркіден басталады, ал әйелдерде жатыр мойны іріңге толады. Соның салдарынан белде қатты ауру байқалады. Келесі ауру түрі бізде гепатит ауруы. Олардың 3 шығу жолдары бар, ең кең таралған. Біріншісі ауру жұқтырған адаммен жыныстық қарым-қатынасқа түсу, екіншісі қан арқылы жұғу, үшіншісі науқасынадан ауру балаға босану кезінде жұғуы мүмкін. Бұл аурудың симптомы жылдар бойы байқалмайды. Жыныстық жолмен берілетін аурулардың алдын алу шаралары. Ең бастысы әрбір адам жеке бастың тазалығын сақтауы тиіс. Екіншісі кездейсоқ жыныстық қарым-қатынасқа түсуден сақтану. Үшіншісі міндетті алдын алу тексеруден өту. Күмән туындаған жағдайда қан тапсыруға бару.
Төртіншісі жалпы тазалық нормаларының барлығын сақтау. Бесіншісі иммунитетті нығайту, салауатты өмір салтын сақтау. Сабағымыз түсінікті болса, мына тапсырманы орындайық. Яғни бұл бізде диагноз қоя білеміз бе деп аталады. Түсіндіріп өткендей, бір қатарда суреттер, екінші қатарда олардың сипаттамалары берілген. Осы суретке сәйкес келетін сипаттаманы таба отырып, біз бұл жердегі аурудың суреттері мен аурудың сипаттамасын сәйкестендіруіміз қажет. Біздің келесі орындайтын тапсырмамыз биологиялық диктант. Бұл диктант бүгінгі біздің өткен контрацепция түрлері және жыныстық ауруларға арналған. Біздің бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, сабағымызды бекіту үшін аквариум әдісін қолданамыз. Бәріміз білетіндей, аквариумның ішінде балықтар болады. Бұл жердегі түрлі түсті балықтарға бүгінгі біздің сабағымыздағы ең маңызды сұрақтар әзірленген. Осы сұрақтарға жауап берген жағдайда ғана біз өз балығымызды аквариумға орналастыра аламыз. Бүгінгі сабақ барлығымызға түсінікті болса, яғни тазалық рефлексиясы. Мұнда чемодан, қоқыс жәшігі, беттартқыш берілген. Біз бұл алғашқы чемоданға егер бүгінгі тақырып бойынша барлығы түсінікті болса, керекті мәліметтер болса, соны саламыз. Одан кейінгі келесі қоқыс жәшігі. Қоқыс жәшігінен сабақтағы керек емес болған артық мәліметтерді саламыз. Келесі үшіншісі еттартқыш. Еттартқышқа бүгінгі ақпараттың ішінде әлі де ізденуіміз қажет, түсінбеген тұстарымыз бар ақпарат болса, соларды салып орналастырамыз. Үйге тапсырма, мәтінді оқып, оның соңындағы тапсырмаларды орындау. Сау болыңыздар.